Саламатсыздар ма балалар? Жақсы, онда бәріміз отырайық. Сабағымызды дайындалайық балалар. Жалпы бүгін сабақта барлығымыз келеміз бе? Жақсы, өте жақсы. Ал ендеше балалар, барлығымыз тақтаға назар аударайық. Тақтада жалпы біз не көрдіңіз? Жақсы. Не көріп тұрмыз басқа? Мемлекеттер. Яғни бұл қандай мемлекеттер? Жақсы. Ал ендеше балалар дұрыс айтасыздар. Сонда бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қандай болады деп ойлайсыздар? Өте жақсы балалар, өте дұрыс айтасыздар. Біз яғни бүгін мемлекеттер туралы өтетін боламыз. Жақсы балалар, өте дұрыс айтасыздар. Біз ерте орта ғасырлар мемлекетін өткен болатынбыз. Түрік, батыс түрік, шығыс түрік, түргештер, естеріңізде ме? Қандай мемлекеттерді өтіп едік? Иә. Дұрыс айтасыздар. Енді сол бүгін біз әрі қарай өте жақсы балалар. Ал ендеше біз бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 10-шы ғасыр мен 13-ші ғасырдың басындағы Қазақстан аумағындағы саяси процестер. Бүгінгі күнді жазып, дәптерге тақырыпты жазып алайық. Сонда балалар, тақырыпты жазып болсақ, міне бүгінгі біздің сабағымыздың оқу мақсаты осы 10-13-ші ғасырдағы басындағы Қазақстан аумағындағы мемлекеттердің даму ерекшеліктерін естиміз. Түсініп, олардың ерекшеліктері мен айырмашылықтарын анықтайтын боламыз. Енді жалпы айтқанда, осы 10-шы ғасыр, 13-ші ғасыр Қазақстанда дамыған орта ғасырлық кезең деп аталды. Осы кезеңде міне Қарақат, Қыпшақ деген мемлекеттер бар ғой балалар. Сол мемлекеттердің әлеуметтік экономикалық даму жағы біршама көтерілді. Енді қараңыздар, бұған дейін біз өткенбіз. Қыпшақ хандығы орыс князьдіктерімен не істеп еді? Байланыс жасап, әрі қарай өз жерін шығыс Европаға дейін кеңейтті. Өте жақсы. Ал ендеше қазір біз тақырып бойынша тақтаға бейнебаянға назар аударайық балалар. Өзгеруіне ерте және орта ғасырлық мемлекеттердің ыдырауы негізгі себеп болды. Батыс түрік қағанаты туралы не білесің? Батыс түрік қағанатындағы қаған билігі шығыс түрік қағанатына қарағанда әлсіз еді. Ол бұдың елінде қаған билігіне наразылар көп болды. Осылайша ұзаққа созылған тайпааралық соғыс әсерінен қағанат әлсіреп, берекесі кеткен ел Қытай шабуылына көшуде өз үстемдігін орнатты. Бірақ мемлекеттің жағдайы құрылған кезден бастап күрделі болды. Оңтүстік батыста арабтармен, оңтүстік шығыста Қытай басқыншыларымен қиян-кескі соғыс жүргізсе, шығыстан шығыс түрік қағанаты қауіп төндірді. Осындай үздіксіз шайқастардың әсерінен қағанат әлсіреді. Қара түргештер мен сары түргештер арасындағы тайпааралық қақтығыстан мемлекет ыдырады.
Қарлық қағанаты кезінде қандай маңызды оқиғалар болды? 756 жылы қарлықтар түргештерді ығыстырып, Жетісу аумағына өздерінің саяси үстемдігін орнатты. Бірақ мемлекет басшысы Жатқудың билігі өте әлсіз болды. Арабтармен күресте мемлекет әлсіреді. 940 жылы Қашқар түркілері Баласағын, Испиджаб қалаларын басып алып, мемлекет құлады. Шу аңғарына Қарахандар әулетінің үстемдігі орнады. Оғыздар жайлы не айтасың? Деректерге қарағанда Оғыз тайпасы Жетісу аумағында қалыптасқан. 8 ғасырдың екінші жартысында қарлықтармен күрес нәтижесінде Оғыздар Сырдария бойы аумағына қоныс аударады. 9 ғасырдың соңында қазарлармен одақтаса отырып, печенектерге соққы беріп, Еділ мен Жайық бойы аралығын толық иемденді. Бірақ ұзақ жылдарға созылған соғыс және халықтан көп мөлшерде алынған алым салық Оғыз тайпаларының наразылықтарын туғызып, мемлекетті әлсіретті. Сөйтіп, 11 ғасырдың екінші жартысында күшейе бастаған қыпшақтар Оғызды Аралдың батысы мен Каспийдің солтүстік өңіріндегі Оғыздарды қосқап, оларды оңтүстікке және Қара теңіз далаларына көшуге мәжбүр етті. Оғыз жерлерін басып алғаннан кейін Қыпшақ хандары күшейіп, қимақтарды өздеріне тәуелді етіп, Қимақ мемлекетінің орнын басты. Осылайша, тарих сахнасында Қарахан мемлекеті мен Қыпшақ хандығы пайда болды. Қазақстан жерінде дамыған орта ғасырлық мемлекеттің бірі Қарахан. Жақсы, балалар, бейнебаянға назар аударсақ, енді келесі міне қараңыздар балалар, 10 ғасыр мен 13 ғасырдағы Қазақстан аумағында саяси процестер деп айтып тұрмыз. Міне Қыпшақ хандығы балалар көріп тұрмыз ба? Әрине, міне көрші мемлекеттер, міне Қарахан мемлекеті, жалпы осы мемлекеттер. Бүгін міне қараңыздар балалар, дамыған орта ғасырлық мемлекеттер, міне Қарахан, өмір сүрген жылдары, міне мемлекеттердің орталықтары Қарақытай, Найман, Керейіт, Жалайырлар және әрине Қыпшақ мемлекеті. Біз бұл жерде ерте орта ғасырлық мемлекеттерді бағана айтып өттік. Міне дамыған орта ғасырлық мемлекеттер. Жалпы балалар. Енді қазір осы бүгінгі тақырыбымыз бойынша тапсырмалар орындайтын боламыз. Міне ең бірінші тапсырма А деңгейі бойынша балалар. Міне ерте орта ғасыр және дамыған орта ғасыр мемлекеттерінің даму ерекшеліктерін не істейсіздер? Талдап, кестеге орындайтын боласыздар. Қазір дәптерді ашып тапсырманы орындайсыздар. Бұл жерде дескриптор бойынша ерте және дамыған орта ғасыр мемлекеттер 3 мемлекеттерді атап жазасыздар. Сыртқы 3 жағдайын талдайсыздар және 3 мемлекеттердің ішкі жағдайын талдайсыздар. Және де әрине қорытынды ой. Міне дескриптормен жазылып тұр. Қазір әрбір оқушы тапсырманы орындайды. Енді келесі тапсырма Б деңгейі бойынша балалар мұқият тыңдаймыз. Бұл жерде бағана айтып өткен Қарахан мемлекеті мен Қыпшақ мемлекеті әрине. Бұл жерде 3 айырмашылық. Қарахан мемлекеті туралы, Қыпшақ мемлекеті туралы 3 айырмашылық және де осы екі мемлекеттің 3 ұқсастығын жазатын боласыздар. Қорытынды ой және де ол міндетті түрде. Енді әрине бірінші тапсырманың С деңгейі бойынша бұл сәйкестендіру, яғни 10 ғасыр, 10 мен 13 ғасырдың басындағы мемлекеттерді туралы мәліметтерді мына жерде сәйкестендіресің боласыздар. Батыс түрік, Түргеш, Қағылық, Қимақ, Оғыз. Сәйкестендіресіздер. Оның бәрі тапсырмаға таратылады. Оны орындайтын боламыз. Жақсы ма? Кристина, балалар сіз айтып берген.
Bağlamışlar. Bunlar kestilerdi. Ерте орта ғасыр мен заманауи ғасыр. Мына жаңағы сіздің тапсырмасы бойынша сәйкестендіресіздер. Арғын жақсы ма? Осы жерді сәйкестендіресіздер. Өтесіздер. Қуа түстіріп. Одан кейін осы жерге дұрыс сәйкестендіріп, мына жерге әріптермен жазатын боласыздар. Жақсы ма? Қарай. Яйын қарындашпен әрине. Мұхаммед. Яйын қарныш орындау. Ал басқа оқушылар нәтижеге сіз салыстырасыз. Қарахан мемлекеті мен қыпшақ мемлекетін және де айырмашылықтары мен ұқсастықтарын жазасыздар. Ал бірінші тапсырманы деңгей бойынша не деді? Мемлекеттердің сыртқы және ішкі жағдайын сипаттайсыздар деді. Ол қандай мемлекеттер? Үш мемлекет атау керек балалар, үшеу. Қай мемлекеттер талдайсыздар? Балалар? Қарахан, Қыпшақ, Түрік. Найман, Қыпшақ. Жақсы. Міне балалар. Осы жерде. Кітаптан да міне 54-55 бетте балалар картада тұр. Бейнебаяндағы тақтадан карталар тұр, көрдіңіздер ма? Осы картаны да пайдаланып қарауға болады. Асықпай орындаймыз балалар, асықпай. Тапсырмаларды беріп қой. Көресің? Жазалым. Жазамыз? Жазамыз? Бұдан бойынша балалар. Қарахан мен Қыпшақ мемлекеті. Содан кейін балалар мұқият орындаймыз. Болған оқушылар болса, қол көтеріп жауап береміз. Жақсы ма? Мынаны да білеміз. Сәйкестендіру. Оқып. Ya, terus kita lihat. Bawa karapan dulu. Setelah isi berarti nah harfler бойынша расходнясына енді мысалы бір а дегенде солай енді смотрим осылай жақсы ма? Если он поразумел,
Yaxshi o'qi. Mevlikdir. Qaraxon, Mayman, Qupshoq. Aliqin. Siyosiy sirtqi. Ekonomika Qaraxonniki ekonomika, Maymondiki askeriy, Qupshoqdiki askeriy. Qaraxonniki siyosiy ishga birlik mixti, Maymondiki siyosiy ishga birlik yo'q, Qupshoqdiki birlik bor. Ал қорытынды әр елдің өзіндік мықтылығы және өзіндік әлсіздігі болады. Параллель болды ма? Әкесін жүрді. Батыс түріктің қарша тіркелген Мұқағали қалаларының басы алды Қарахан Алметтің үстіне орнағы. Түркеш сары түркештің қара түркештілердің арасындағы тайпалық соғыс мемлекет тұрдары. Қарулы қозғақтың жылдары соққын тайпааралық соғыстар және Қытай шабуылшының төбе бере алды. Қимақтың өзі шегенелік үшін талас болды. Қыпшақ тайпаларының көшінің басып алды. Оғыз Қазақтың жылғы соғыс алдына салды. Кемеге болды? Жандар, Қарахан мемлекеті болды ғой, ме? Қарахан мемлекеті болды. Қарахан мемлекеті қарлықтар арасынан түркі тайпаларына билік кеткен. 940 жылы Қашқара қарлық тайпалары Басағұлды басып Бірінші тапсырма мемлекеттер Қыпшақ, Найман, Қарахан. Қыпшақ сыртқы саяси. Қыпшақ әскери, Найман әскери, ал Қарахан экономика. Ішкі саяси. Қыпшақта бірлігі жоқ, ал Найманда бірліктері жоқ. Қарахан бірлігі мықты. Қорытынды әр елде мықтылығы басқа және әртүрлі болады. Елесі, жанның Қарахан мемлекетін оқыды, ендеше Данның Қыпшақ мемлекетін оқыды. Қыпшақ мемлекетін оқыды. Дунайдан Алтайға дейінгі кең байтақ ол аумақты қоныстанып, әлемдегі өркениеттің дамуына орасан зор үлес қосқан. Басына дейінгі Қыпшақтарды қимақтар тарихы мен тығыз байланысты болды. Қыпшақ хандығы екіге бөлінді: батыс пен шығыс. Онда Қарахан мемлекетін оқыды. Қарахан мемлекетінің жайлы деректер араб және парсы авторларының еңбектерінде көп кездесті. Екіншісі, Қарахан мемлекетінде билік екі тайпалық топ жігіт және яғма ақсүйектер арасында бөлінді. Өте жақсы көзір. Дұрыс айтасың. Әлеуметтік құрылымы бойынша. Жақсы. Өте жақсы. Тағы да қалай? Жәмилә, мемлекетке өкілсің. Қыпшақ хандығы. Жақсы. Қыпшақ хандығы 8 және 11 ғасырларда құрылған. Астанасы Сынақ. Ислам болды ма? Жақсы. Тағы болды қалай? Айшта, қай мемлекетті оқисың? Сынақ? Жақсы. Оқи
одағы негізінде құрылған, кейіннен Дешті Қыпшақ деп аталған. Қарахан мемлекеті. Қарулықтар, яғни Жетісу мен Шығыс Түркістанды мекендеген түркі тайпаларының одағы негізінде құрылған. Енді балалар, барлығымыз бұл бірінші тапсырмаларды аяқтап болсақ, әрі қарай біз екінші тапсырмаға көшеміз. Яғни бұл жерде біз қазір картамен жұмыс жасаймыз. Қазір сіздерге міне скриптрлермен картаны шарлан тарататын боламын. Осы жерде ерте орта ғасырлық мемлекеттерді және дамыған орта ғасырлық мемлекеттерді бөліп жазып картадан көрсетіп боласыздар. Көрсетесіздер. Жақсы ма балалар? Міне А-ден кейінікі, одан кейін міне келесі әрі қарай балалар міне ерте орта ғасырлық мемлекеттерді жазасыздар. Мысалы түргеш, ал аяғы дамыған орта ғасырлық мемлекеттер. Дамыған орта ғасырлық Қыпшақ, Найман, Жалайыр, Қарахан. Ал міне сізден кейін осындай контур карта тарататын боламын. Контурларды осы жерде Қарахан мемлекеті қай жерде орналасқанын көрсететін болсыздар. Жақсы ма? Бағана бейнебаяннан қарадық, оған дейін карта көрсетілді. Қазір сіздерге тапсырмалар таратылады. Соны контур картада белгілейтін боласыздар. Картада белгілейсіздер, түрлі түсті қарындар, мастер қолдануға болып тұрсын бала. Ал мынау екінші. Мынау сізден кейін ғой балалар. Енді мынау екінші болса, тексен осы дәптересіздер, жазасыздар. Мемлекеттерді. Контур картада көрсетеміз. Мына жерде 55-ші бетте карта бар балалар. Осы картаны да пайдалануға болады, жақсы ма? Мынаған неше жолы болады. Қарахан мемлекеті. Қарахан. Кездеп жазамыз. Ары қарай. Жерде, мына жерде ерте орта ғасыр. Бірінші ерте орта ғасыр жазды. Түргеш тарапағы шақта болды, иә? Түргештер. Одан кейін міне дамыған орта ғасыр. Қимақ, Қыпшақ, Қарахан. Бірінші осылар жаздыңыз, иә? Жоқ, бұл жерде Қарахан мемлекетінің болды. Сосын Қарахан мемлекетінің орталығы жазамыз, иә балалар? Қарахан мемлекетінің. Жақсы. Қарахан мемлекетінің жазамыз. Жақсы. Түргеш, батыс түрік, шығыс түрік. Жазылдыңыз дейсің? Еліміз жасына? Оласа бекен, соны қараймыз. Алдына жетсе, аяру. Жетсе. Қимақ, Қыпшақ, Қарахан, картада белгілеп, яғни әр мемлекеттің қай жақта орналасқанын, орналасу аймағын анықтайсыздар, сипаттар жасына.
мемлекет. Қарахан мемлекеті қайда орналасқан екен? Көріп тұрмыз ба? Жақсы, мына жерде жазалып қондырып көрдік. Қарахан мемлекеті. Мына жерге белгіленген. Иә, сол жерге жазылсын. Ал жандар, ерте орта ғасырлық мемлекеттер қай мемлекеттер жатады? Түрік, батыс түрік, шығыс түрік өтіп кеткен. Ерте орта ғасырлық мемлекеттер Тәжікстан өтіп кеткен сияқты. Өте жақсы Мұхаммед. Дұрыс. Өте жақсы. Жақсы, мына жақта балалар болды. Мына болған балалар өтетін болады. Қарахан мемлекеті. Жақсы? Оған ерте орта ғасырларға Түргеш. Батыс түрік, шығыс түрік, оғыз, қарлық. Есіңізде ма? Сол өтіп кеткен. Өтіп кеткен. Тараз қаласында болған. Иә, жазып жүрсің. Болды ма? Жақсы, онда Фараби ортаға шығып көрсетеді ғой. Қай жерге, қай мемлекетті жаздың сипаттап. Қалады көрсетті. Айтады. Мына жақта Қараған мемлекеті, мына жақта Қыпшақтың қарағаттар мемлекет, мына жақта Қозының Қарахан мемлекеттері, Қаршақтар мемлекеті, Нарын мемлекеттері, Тарыз, сосын Қаймақтың мемлекеттері. Жақсы, Фараби. Қарахан мемлекетін анықтады. Көрдік па балалар, дұрыс па екен? Жақсы, отырамын. Келесі. Тарихи оқиға. Ерте орта ғасырлық мемлекеттер мен дамыған орта ғасырлық мемлекеттер. Ерте орта ғасырлық мемлекеттер. Түркі, түргеш, батыс түрік, шығыс түрік, оғыз мемлекеттері. Дамыған орта ғасырлық мемлекеттер. Қыпшақ, Қараған, Қимақ, Найман, Керей. Өте жақсы. Өте жақсы, жарайсың. Жақсы. Өте жақсы. Тағы да кім болды балалар? Аяқтап қалып екен балалар. Сен оқысын? Ерте орта ғасырларға мемлекеті. Шығыс түрік, батыс түрік, оғыз мемлекет, қарлық, оғыз мемлекет, түркіш мемлекет. Дамыған орта ғасырлардың мемлекеттері. Қыпшақ, Найман, Керей. Дамыған орта ғасырлық мемлекеттер. Қарахан мемлекеті, Қыпшақ хандығы, Найман, Керей. Ерте орта ғасырлық мемлекеттер. Түргеш қағанаты, Қимақ қағанаты, оғыз мемлекеті, батыс түрік қағанаты. Аржан. Ерте орта ғасырлық мемлекеттер. Қимақ қағанаты, батыс түрік қағанаты, шығыс түрік, түргеш, оғыздар, қарлық. Дамыған орта ғасырлық мемлекеттер. Қыпшақ, Қарахан, Найман. Жақсы, жақсы. Дана, ортағышы қайдағы көрсеттік е? Қағаныңызды. Қалай белгілеген екенсіз? Былай, қалай көрсеттік. Жақсы, кетіп көрсеттік. Бұл жерде бізде ерте орта ғасырларға бізде батыс түрік, түргеш, оғыз және Самарқан және шығыс түрік жатады. Ал дамыған орта ғасырларға бізге Қыпшақ, Керей және Найман жатады. Әлихан болды ма? Жақсы. Мен 19 ғасыр мен 13 ғасырдың арасындағы картаға қарап сыздым. Мына жерде Қыпшақтар, мына жерде Қарахан, мына жерде Қарақытай, мына жерде Хорезм, мына жерде Каспий көлі мен Арал теңізі бар.
мемлекеттер: Түргеш мемлекеті, Оғыздар, Батыс мемлекеті. Дамыған орта ғасырлық мемлекеттер: Қыпшақ, Керей, Найман. Бұл жерде ерте орта ғасырлық мемлекеттерді көрсететін болсам, бұл түрік, оғыз, түргеш, шығыс және батыс түркі. Ал дамыған орта ғасырларды көрсететін болсам, бұл Қимақ қағанаты, Қыпшақ хандығы және Қарақытай мемлекеті, Қарахан мемлекеті. Дінмұхаммед көрсете қойшы. Картинді өте әдемі екен картинасы. Жақсы шағып екен. Қарахан, аяқтағы су, алмалық. Қандай мемлекеттер екен Мұхаммед? Қай мемлекетті белгіледі бұл жерде? Иә, дұрыс айтады. Қарахан мемлекетін белгіледі контур картасында. Дұрыс белгілеп па балалар? Аумағын? Иә, жарайсыз. Жақсы, асылай отырды. Ерте орта ғасырлық мемлекеттер: түрік, шығыс, түркі, батыс, шығыс, батыс, түрік. Дамыған орта ғасырлық мемлекеттер: Қыпшақ, Қарахан, Қимақ, Найман, Керей. Жақсы. Арғын айта қойшы. Қай мемлекетті белгіледі ма контур картада? Оны тұрағы айта. Айта. Қай мемлекет? Қай мемлекет? Айта ғой. Өте жақсы. Қарахан дейді. Қарахан мемлекетін белгіледі картада. Өте жақсы. Жарайсыз. Жақсы, Алихан, оқиды. Ерте орта ғасырлық мемлекеттер: Найман, Түркеш, Түркі, Батыс түрік, Шығыс түрік, Қимақ, Оғыздар. Дамыған орта ғасырлық мемлекеттер: Қыпшақ, Қарахан. Жарайсың. Аяқ. Айта ғой. Бұл картадан орта ғасырлық мемлекеттер бейнеленген. Қарақытай мемлекеті, Хорезмнашлық мемлекеті және Каспий теңізі, Қарахан мемлекеті, Қимақ қағанаты және Қыпшақ хандығы туралы жазылған. Қандағы. Қыпшақ қандағы айсы. Көрші Қыпшақты. Қыпшақ, Қимақ белгілесіне. Жақсы. Жақсы, балалар барлығымыз болдық па? Жақсы. Өте жақсы. Жарайсыздар. Келесі балалар. Балалар, мен сіздерге қазір телефонға сілтеме жіберемін. Яғни бұл Квизис платформасы бойынша қазір бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарға жауап бересіздер. Жақсы ма? Ссылкасын жіберемін сіздерге. Телефонымызды ашайық. Телефонымызды алайық. Бәрін алайық. Содан кейін аты жөнімізді жазып тұреміз. Балалар мына жерге қазір шығып тұрады барлығы. Орындағандар. Аты жөнімізді жазып тұрейік. Ссылкасын жіберемін сіздерге. Міне, мысалы, мен жазамын артында. Көріп тұрмыз балалар? Қарағай, сосын мына $195, 925. Жазып балалар? 195, 925. Ашылмайды ма? Ашылды. Ашылды ма? 195, 925. Балалар, көрейік. Мына жерде кімде телефон бар, жанында көмектесіп отырғаныңызға болады. Сұрақтарға бірге талқылап. Жақсы ма балалар? Міне мысалы, Кәусар мен Фараби бірге талдайық сол сияқты. Сіздер екеуіңізде де бар, иә?
қарайық. Мына жаңа айттым ғой, квиз деген бағдарлама бойынша, персонаждың бағдарламасы бойынша сұрақтарға жауап бересіздер. Біз мына ерте орта ғасыр мемлекеті батыс түрік қағанатының ыдырау себебі неге болды, балалар? Кім жауап береді? Міне, Кәусар келе белгілеу. Мына жерден бірден дұрыс па, дұрыс емес па белгіленеді, айтамын. Қалай ойлайсыздар? Ішкі саяси тұрақсыз. Тағы да кім қалай ойлайды? Өзіңді белгілеп көр. Міне ішкі саяси тұрақсыздық және сыртқы шабуылдар. Алихан дұрыс айтты. Жақсы, қазір отыра ғой. Алихан келе ғой, Алихан дұрыс айтты. Келесі Оғыз мемлекеті өткенбіз. Алихан, Оғыз мемлекетінің мәдениеті туралы не білесіз? Оғыз мемлекеті. Білесіздер, ол жерде мәдениет өте жақсы деңгейде дамығанын. Өте жақсы деңгейде дамыды. Мал шаруашылығы, қолөнер бәрі жақсы деңгейде дамыды деген толық сұрақ беріп тұр. Жақсы, келесі қарай. Келе ғой. Біз Түргеш мемлекетін өткенбіз. Ерте орта ғасырларда Түргеш мемлекетінің құрылу уақыты қандай? Құрылу уақыты. Кім біледі, балалар? Кім біледі? Түргеш мемлекетін. Қарай, белгілеу. Нет, белгілеу. Өзің ойлаған. Білмейді. Өте жақсы. 74-ші жылы құрылды, иә? Барлығын жаңа айтып отырдық. Жақсы, келесі балалар. Оғыз қимақ Түргеш мемлекетінің тарихи маңызы неде? Тарихи маңызы неде? Кім біледі? Кім шығады балалар? Айша келе ғой. Міне балалар, қараймыз. Қараймыз балалар. Қараймыз. Иә. Өте жақсы. Алдындағы тақырып бойынша қарадыңыздар ма жаңа балалар? Дұрыс жауапты. Міне. Енді Оғыз мемлекетінің орналасқан жері кім біледі? Оғыз мемлекетінің орналасқан жері. Жәмила келе ғой. Оғыз мемлекеті қайда орналасып еді балалар? Осыған дейін өткенбіз. Орта Азия мен Қара теңіздің солтүстік жағалауында. Келесі балалар. Осы үш мемлекет, Оғыз, Қимақ, Түргеш мемлекеттердің арасындағы байланыс қандай? Ислам келе ғой. Жақсы. Байланыс қандай? Келе ғой. Жақсы. Қалай ойлайсыздар? Өте жақсы, әрине, саяси, экономикалық, мәдени жағынан дамыды. Келесі Түргеш мемлекетінің экономикасы қалай дамыды? Экономикасы. Асылай келе ғой. Түргеш мемлекетінің экономикасы болды. Жеңіл сұрақтар. Сабақты қорытындылап жатырмыз, иә балалар? Жақсы. Мал шаруашылығы, егіншілік, саудада не істеді? Дамыды. Келесі Қимақ мемлекетінің саяси құрылымы қандай болды? Қимақ. Табелес келе ғой. Табелес келе ғой. Қимақ мемлекетінің саяси құрылымы қандай болды балалар? Қимақ. Жақсы. Ол жақта феодалдық болды балалар. Келесі батыс түрік қағанатының ыдырауынан кейінгі өзгерістер қандай болды? Қандай болды? Батыс түрік ыдырағаннан есімізде ма?
түрік екіге бөлінген, батыс түрік және шығыс түрік. Батыс түрік мықтырақ болды деп, жастамаған деп айтқанбыз. Бірнеше ұсақ мемлекеттер мен тайпалық одақтар пайда болған. Енді қараңыздар, балалар. Мына жерде қараңыздар, сұрақтар бойынша. Қатемен жұмыс жасайық. Қайттан қатемен жұмыс балалар. Батыс түрік қаңқадыра себебі неде? Ішкі саяси тұрақсыздық және сыртқы шабуылдар. Міне қатемен жұмыс. Міне аяқталды. Жақсы. Қалай ойлайсыздар? Міне балалар. Сонда міне рейтинг бойынша барлығы шықты. Осылай дұрыс. Өте жақсы. Енді осы менің сабағымызды қорытындыларда енді балалар тағы да репетиция. Тақтаға назар аударайық бәріміз. Мұқият қараймыз балалар. Соңында рефлексия жасайық. Рефлексия сұрақтары бірінші маған ең қызықты болған дерек оқиға. Екінші сұрақ маған қиын болған жері. Үшінші сұрақ келесі сабақта білінген. Жақсы. Ал ендеше балалар жауап берейік рефлексия бойынша. Маған сабақта ең қызықты болған дерек. Кім жауап береді? Айтамын. Айша. Маған осы сабақта қызықты болған дерек. Мен мысалы осы сабақта жаңа дамыған орта ғасыр мемлекеттерімен таныстым. Жақсы. Тағы да келесі Айару айта ғой. Маған осы сабақта үшінші тапсырма ұнады. Өйткені ол жерде біз көптеген сұрақтар және де біз оған логикалық сұрақтар алып, біз оған ответ беру керек болғанбыз. Жауап беріңіздер. Жақсы. Келесі Аружан. Маған ең қызықты болған дерек бұл тапсырмаларда біз Қарахан мен Қыпшақтың ұқсастықтарын білдік, жаздық, кітаптардан іздедік. Мен шұқтарым болды. Дұрыс айтасың. Өте жақсы. Алихан. Маған екінші тапсырма ұнады. Себебі біз картадан өзіміздің Қыпшақты қаяқта екенін, Қараханның қаяқта екенін сыздық. Өте жақсы. Жаңа. Маған ең қызықты болған дерек бұл біз Қарахан мемлекеті қайда орналасқанын және туралы білдік. Жақсы. Алина айта ғой. Маған осы сабақта ұнаған тапсырма ол екінші тапсырма. Өйткені біз ерте орта ғасырлық мемлекеттерін біліп жаздық және де дамыған орта ғасырлық мемлекеттерін жаздық. Жақсы. Тағы да балалар. Ал балалар келесі. Сіздерге осы сабақта не қиын болды? Қиын болған тапсырма болды ма? Кімге қандай қиындықтар кездесті? Жақсы. Алихан айта ғой. Маған үшінші тапсырма қиын болды. Себебі біз ояқта ойландық, уақыт аз болды. Жақсы. Уақыттың тығыздығынан, не? Жақсы. Тағы да. Болман балалар. Басқа ештеңе қиын болған жоқ па? Түсінікті ме бәрі? Жақсы. Келесі сұрақ. Келесі сабақта не білгілеріңіз келеді? Келесі сабақта. Параллель айта ғой. Келесі сабақта Қарахан мемлекеті сол білім келеді. Жақсы. Тағы толығырақ мәліметтер білуге. Жақсы. Тағы да кім айтады? Жақсы. Балалар. Жауаптарыңыз бар. Келесі. Ал ендеше бәріміз тағы да балалар тақтаға назар аударайық. Жалпы қорытындылай келе біз дамыған орта ғасыр мемлекеттерін естедік. Бүгінгі сабақта мемлекеттерін анықтап, орналасқан мемлекеттердің қандай территорияда орналасты, солардың барлығын естедік. Картада белгілеп анықтадық. Жақсы. Жалпы айтқанда осы. Енді қараңыздар, күнделікті ашайық балалар. Үй жұмысына осы 10-13 ғасырдағы мемлекеттер тақырыбы бойынша балалар Kanka Magic Write деген жасанды интеллект бағдарламасы бар. Сол жасанды интеллекттің көмегімен постер жасап келесіздер телефонға, жақсы ма? Міне Kanka Magic Write деп аталады. Жақсы ма? Жазып алайық күнделікке жазып алайық.
Жарайсыздар. Жақсы, енді бүгінгі сабаққа белсене қатысқандарыңызға рахмет. Балалар, енді бүгінгі сабақ бойынша мен бағалап өтсем, бірінші қатар бойынша Дінмұхамед сабақтарымызға қатысты. Бүгінгі сабақты өтіп қоямын. Жақсы. Ана екінші қатарда міне Жаннұр Жарайсын 5 қоямын. Фарабиге қатысып 4, Айару Алихан 5, Тамирис Асылай 5 жарайсыңдар. Айша 5 бүгінгі сабақ, Алихан 4, мына жақта Дана 5 өте жақсы. Асылай 5, Аружан 5. Өте жақсы. 6-шы сыныбы сабаққа белсене қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.